есіңізді жинаңыз. Бүкіл әлем кімнің қолында? Рызық несібе кімнің қолында? Сізді бұл әлемге алып келген, сіздің көптеген проблемаларыңызды сізге айтқызбай-ақ жоқ қылып шешіп беріп жатқан Алла тағалаға қанша шүкір айтсақ та жарасады ғой. Бос отырғаныңызда бір ойланып көріңіз. Бәріміз тіршілік іздейміз, ақша іздейміз, бір тиын тапсақ дейміз, соның артында жүреміз. Адамбыз ғой, иә. Бірақ біліңіз, Алла тағала сіз бен бізден рызық несібе сұрамайды. Лә нәсәлука ризқан. Не деп айтады аяттың жалғасында? Нахну нарзуқук дейді. Біз сендерден рызық несібе сұрамаймыз дейді. Біз саған береміз дейді. Қызығы, ей пендем дейді, маған құлшылық қылшы дейді. Және құлшылығыңа ақша сұрамайым дейді. Біз береміз дейді да тағы. Одан мейірімді, кең, жомарт зат бар ма екен?